Ерте де бір қойшы болыпты. Ол өмір бойы байдың қойын жайып, ауыз толтырып айтуға тұрарлық ештеңе істеп көрмепті. Бір күні ол қой жайып отырып ойға шомады. Мен осы не ел көрмедім, не жер көрмедім, не біреумен белдеспедім, тіпті ат мініп те көрмедім. Мен бір жүрген сорлы болдым ғой, депті іштей. Сол кезде отқа асып қойған қазанына шыбындар үймелеп мазасын алыпты. Қойшы ашуланып кетіп беліндегі пышағын алады да ары-бері сермеп қалады. Жаңағы үймелеп жүрген шыбындар түгелдей топырлап жерге құлайды. Қойшы оларды санап көрсе, тура 40 шыбын екен. Бәрінің бастары шабылып түсіпті. Сол кезде қойшы, мен деген керемет батыр екенмін ғой деген ойға қалады. Келесі күні ол байға келіп, көп жылғы еңбегінің ақысына 20 қой мен бір ат алады да жолға шығады. Күндердің бір күнінде ол бір қалаға келіп жетеді. Қаладағы темір ұстасына 20 қойын береді де, әдемілеп тұрып бір қылыш соқтырып алады. Қылышқа деген жазу жазғызады. Осылайша ол қылышын асынып, атын жетектеп тағы жолға шығады. Кеш батып қас қарайғанда бір ағаштың түбіне келіп түнейді. Түн ортасында екі адамның сыбырынан оянып тыңдаса, әлгі екеуі, мынау бір сұмдық батыр екен, бір шапқанда 40 адамның басын алады екен, деп сыбырласып тұр екен. Бір кезде біреуінің аяғы байқамай қойшының аяғына тиіп кетеді. Қойшы шошып кетіп орнынан атып тұрып қылышын сермеп қалады. Біреуінің басы топша домалайды. Екіншісі атына міне салып тұра қашады. Қойшы екі атты жетектеп, әлгі қашқын кеткен жаққа қарай аяңдап келе жатса, алыстан бір шамның жарығын көреді. Анықтап қараса, шамның қасында біреу жер қазып жүрген сияқты көрінеді. Қойшы бұқпантайлап барып, бұл кім болды екен деп қасына жақындауға қорқып, тығылып қарап жатады. Әлгі жер қазған адам бір кезде жердің астынан есік ашып, соған түсіп кетеді. Қойшы құлағын тосса, әлгі адам бір қызға, мендік боласың ба, жоқ па деп жатыр екен. Қыз болса, жылап, өлсем де сендік болмаймын дейді. Әлгі адам ашуланып, есікті тарс еткізіп жауып жөніне кетеді. Қойшы да екі атын жетектеп, оған көрінбей соңынан еріп барады. Таң ата қойшы әлгі адамның артынан еріп отырып тағы бір қалаға келеді. Қалаға кірсе, қаланың базары ығы-жығы халық екен. Қойшы сол жердегі адамдардан жөн сұрап біраз жүріп қалады. Адамдардың сөзіне құлақ асса, бұл қалада ханның қызы жоғалып кеткен екен. Хан қызын тауып әкелген адамды сол қызына үйлендіріп, хандығының жартысын бөліп берем деген жарлық шығарыпты. Бұл кезде түнде қойшыдан қашып құтылған екі адамның бірі ханның алдына келіп, көрген білгенін айтып жатыр еді. Қанием, түнде бір батыр көрдім. Ол бір шапқанда 40 адамның басын алатын төлей екен. Ол менің қасымдағы нөкеріңіздің басын шапты. Ал мен әзер қашып құтылдым. Қызыңызды тапса, сол батыр ғана таба алады, дейді. Бұл кезде қойшы түндегі жер астындағы қыздың дәл осы ханның қызы екеніне көзі жетеді. Сондықтан оңай олжаға кенелейін деп, тура ханның сарайына тартады. Қойшы маңғаздана ханға, мен қызыңызды тауып әкеп беремін, тек қасыма бір топ нөкеріңізді қосып беріңіз дейді. Хан оның тілегін екі етпей орындайды. Менің оқиғамның жалғасын көргілеріңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк басып, қолдай отырыңыздар.